Ауызашардың 5-ші күніне осындай ерекше тағамды жасауға кеңес беремін. Асқазанға өте жеңіл әрі пайдалы, керемет дәмді болып шығады. Тауықтың төс еті немесе кез келген жерінің еті жарай береді. Мясорубкадан өткіземіз, немесе осылай блендерден өткіземіз. Мен пиязбен бірге барлығын блендерден өткізіп алдым. Енді бір ыдысқа салып, үстінен дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка саламыз. Енді ол қалауыңызша, кез келген дәмдеуші салсаңыз болады. Жақсылап араластырып, қолымызбен осылай домалақтап, фрикадельке жасап қатырып қоямыз. Енді күрішке мен үнемі қолданатын Веста басматидің езілмей шашырап пісетін күрішін жақсылап жуып, қызып тұрған қазанға кішкене май құйып, қуырып алатын боламыз. Күріштерімізді дәміне қарай тұз салып, үстінен аздап суын құйып, баяу отта бұқтырып пісіреміз. Енді пиязымызды қуырып, үстінен жаңағы қатып тұрған фрикаделькемізді салып, тағы да сәл қызартып қуырамыз. Үкіштен өткізілген сәбіз, қатырылған осындай қызанақ, томат пастасын қосып жіберсеңіздер болады. Аздап су құйып, баяу отта онда пісіріп аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш салсаңыз болады. Ал біздің күрішіміз осылай шашырап керемет болып шығады. Енді қасына қосымша осындай пюремен бірге әдемілеп ұсындым. Өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Рецепт ұнаса, сақтап алып, пайдалы парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Баяу бір жел соқса пайдаладан, шарпылып өне бойға.